Мен Ысқақова Мереке Тәліпқызы, Шымкент қаласы Қарсыбай Спатай атындағы нөмір 7-ші IT мектеп-лицейінде 2015 жылы 5 наурызда киелі шаңыраққа бастауыш сынып мұғалімі болып келдім. 40 жыл ұстаз болсаң да, 45 минуттық сабағыңа дайындалып кел деген қағиданы ұстана отырып, мен әрбір оқушының бойына білімді меңгерту мақсатында үнемі ізденісте жүремін. Қазіргі кезде кез келген мұғалімге қойылған талап, бәсекеге қабілетті ұрпақтарды тәрбиелеу үшін ізденімпаз, жаңашыл, талапты мұғалім болу керек. 2020 жылы 20 тамызда нөмір 155-ші бұйрыққа сәйкес педагог-модератор куәлігін алдым. Осы 9 жылғы іс тәжірибемде оқушыларым республикалық, облыстық, қалалық көлемінде жетістіктерге жетіп келеді. Атап айтар болса, республикалық самұрық олимпиадасынан Пернебек Аяна, Серікбай Айдын, Серікбай Алибей, Мамырова көркем оқушыларым 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды иеленді. Аудандық кезең бойынша Алтын Сақа олимпиадасынан Ділдахан Бағжан математика пәнінен 3-ші орынды иеленді. Алтын ұрпақ олимпиадасынан Ермағамбет Жания, Пернебек Аяна, Мамырова көркем оқушыларым жетістіктерге жетті. Республикалық дарын орталығынан Ақбота олимпиадасынан Дәулет ұлы Айдос 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жас математика республикалық олимпиадасынан Мамырова көркем жетекшісі өзім де алғыс хатпен марапатталдым. Мектеп журнал баспасынан әдебиетті оқу пәнінен ата кәсіп тақырыбына байланысты ашық сабағымды жариялап, 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталдым. 2023 жылдың ақпан айында халықаралық Темис 2023 зерттеуіне қатысу аясында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында облыс көлемінде семинар өткізіп, қалалық оқу білім бөлімінің басшысының алғыс хатымен марапатталдым. Бірінші ұстаз Аристотель айтқандай, білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті дегендей, осы қиын да қызықты таңдаған мамандығымның әрбір оқушының тәтті жемісін бергенше қызмет ете беремін.